Келбетліклер өзінің мәнісі һәм грамматикалық өзгешелігіне қарай сапалық келбетліклер һәм қатынаслық келбетліклер болып бөлінеді. Сапалық келбетліклер қандай? Сапалық келбетліклер сап келбетліклер. Яғни келбетлік қандай болу керек болса, келбетліктің өзінің сөздері сол сапалық келбетліклер делінеді. Ал қатынастық келбетліклер қандай? Қатынастық келбетліклер бұлар басқа затларға қатынасына қарай салыстырып келетұғын келбетліклер. Ямаса былайынша айтқанда басқа сөз шақабынан жасалған келбетліклер қатынаслық келбетліклер делінеді. Бұны айыру жүді аңсат. Бұны мысаллармен келтірсем, сапалық келбетліклерге сары, қызыл, көк, тарғыл, қисық, семіз, жасыл, жақсы. Ал қатынаслық келбетліклерге шыдамсыз, сусыз, иісшіл, қонақшыл, тергіш, жуырғыш һәм тағы басқа қосымталар. Ямаса сапалық келбетліклер сапалық келбетліктен қатынаслық келбетліктің айырмашылығы өзіне ғылтым қосымталарын қабыл етпейді.